Кеш жарық қымбатты достар, қымбатты әзіл сүйер көрермен. Гүндеш аяқталғанмен қазақтың әзілі ешқашанда таусылмайды. Ендеше екі сөздің 10 жылдығына орай тек қана бүгін, тек қана бір күн, тек қана сіздерге Джей Клаб келді! Тілекжан! Бердақ! Рүстем! Мен не деймін, сен не дейсің, бір сөз айтсам сразу білесің. Түсінбедім мен тіпті өкпелесің, өкпеле. Түсінбесіз болмаса бұл шылығы сүйенімнен не пайда. Түсінбеймін алайда. Опа, Қазақстан, Европа, Азия, Евразия, J-Pop, фантазия. Опа, Қазақстан, Европа, Азия, Евразия, J-Pop, фантазия. Ендеше тағы да бір мәрте кеш жарық қымбатты көрермендер, арнайы сіздерге орай қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың өлеңдерінен попурри. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, білмеймін тоңғаныма тойғаныма, сұр бұлт сусу қаптайды аспан, ақ киімді денелі ақсақалды, жазғы түрі шілде болған кезде мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жігіттер, достар, сендер тағы да шықпандыр. Бітті мұны болды, сахнаға шығып алды, ойбай мақтанып жатыр деп. Мақтанып жатыр деп ойламаңдар. Бірақ сендер білесіңдер, менің әкем бір мықты заводтың директоры. Кеше сөйтіп үй жинап жүріп, ана кілемнің астын көтеріп қалсам, астында $1000 жатыр, $1000 тауып алдым. Менің де әкем банкир да, банктың бастығы да. Мен де кеше үй жинап жүрдім да, паластың астын көтеріп қалсам $2000 жатыр. О, сендерді айтасыңдар ау. Менің әкем строительный компанияның директоры. Строительный компанияның директоры? Сөйтіп кеше үй жинап жүріп, көрпенің астынан 36 өзбек тауып алдым. Ал енді, қымбат достар, әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы мына қазіргі заман талабына сай, егерде жастар орыс тілін, ағылшын тілін білмесе, ойбай, мына орысша білмейді, позор, колхоз деп жатады. Бірақ біле біліңіздер, кей кезде орыс тілін білмеген пайдасы көп болады екен. Сонымен, Айнабұлақ ауданы түнгі сағат 2:30. Стопенгелесімесің! Жизнь или кошелек? Жизнь или кошелек, говорю? Второстепенный член предложения, умножение. Не понимаешь, я тебя сейчас убью. Жизнь или кошелек, говорю? Оптовка, барахолка, едем 50 тонн проезд. Урод! Знаю! Жизнь или кошелек, говорю? Не понимаешь ты? Не понимаешь? Вот тогда смотри. Вот жизнь. Жизнь это умер. Кошелек. Кошелек это вот это. А теперь жизнь или кошелек, говорю? Кошелек, конечно, ага. Маман иелері өз балаларын әртүрлі ұйықтатады екен. Ең бірінші әншілер өз балаларын қалай ұйықтатушы еді? Зымырап өте шығар ой жалған лезде, жұм көзді шықып алмай тұрған кезде. Ал енді тарихшылар өздерінің балаларын қалай ұйықтатады екен, көреміз. Балапаның менің, ботақаным менің, айналайын балажан. Мынау біздің эрамызға дейінгі 1-ші мыңжылдықта Орта Азияның қазақ жерін мекендеген ұлы сақ тайпасы болған. Сол сақ тайпасының найзасы көзіңе кіріп кетпесін десең, ұйықтап бол, жон. Әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді математиктер өздерінің баласын қалай ұйықтатады екен, көреміз. Алгебрам менің, геометриям менің, ана аспандағы шашырап атқан теоремаларым менің. Сенің ана параллель жатқан екі кірпігің қиылсып, қиылсу нүктесінде қақ бөлініп, сен ұйқыға кетесің еді. Ал енді филологтар, тіл мамандарының балаларын ұйықтатуы.
Айналайын балапан, мана аспандағы жұлдызым, қойындағы құндызым, мына шырағым, білесің бе, сен қазір мына 21 ғасырда ғылым, техника, экономиканың дамыған заманда қоғамдағы әрбір адам баласының өтіп жатқан басынан саяси келеңсіз оқиғалар негізге ала тұрған кезде, жалпы адам баласы өмірге келген кезде әйел адам, ер адам болады. Әйел адам өзің білесің, бір қолымен бес тербетсе, екінші қолымен әлем тербеткен әйел адам ана. Сондай бір анадан сен дүниеге келген кезде мен саған мына Мағжан атаңның өлеңдерін жаттатқызған едім. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, көздерінде от ойнау, жүрегінде жалын бар. Мен жастарға сенемін, мына сен шырағымна Бұқар жаудың Абылай хан айтқан сөздері есіне ме? Ай Абылай, сені мен алғаш көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Түркістанда жүретін, үйсін Төле бидің түйесін бақан құл едің. Қаратаудың басынан көш келеді, келген сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айылған жаманеке не көзге мөлтілеп жас келеді. Жазғы түр ішінде болған кезде көгерай шалғанбай. Әке! Бір сөз айтсам, рұқсат па, айқайламайсың ба? Әрине балапан, ана сенің табаныңа кірген тікен мына менің маңдайыма бітсін. Ой, әке, таң атып қалды ғой, жарты сағат ұйықтайын да енді бағана. Қымбатты көрермендер, тамашалаңыздар. Ендігі көрінісіміз барлық әдеби кітаптардың толығымен оқып біткен жігіттен сұхбат аламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз мына барлық әдеби кітаптарды оқып болып біткендей. Дұрыс айтасыз. Мына бүткіл Қазақстанның бүткіл кітапханасын барлығын мен түгелімен оқып бітірдім. Бүткіл әлем кітапханасы, бүткіл әдеби кітап барлығын білем. Кез келген сұрақ қоя бересіз. Ал ендеше кеттік. Жанұяда нешесіздер? Үш ноян. Үлкені кім? Қазақ солдаты. Кішкентай оқиды ма? Иә, алпамыс мектепке барады. Әкең кім? Бандыны қуған Хамид. Шешең кім? Раушан коммунист. Әжең кім? Ұлпан. Әке шешең қай жерде кездескен? Махаббат бекетінде. Сосын не болған? Аласапыран. Содан кейін? Айттық қой жаңа қазақ солдаты деп. Мына мойныңдағы не дақ мынау? Мынау ма? Шұғаның белгісі. Не қылдыңдар? Махаббат қызық мол жылдар. Сіздерде қазақ солдаты болады ма? Жоқ, бізде мылтықсыз майдан. Қазіргі қыздарыңыз? Қазіргі Ақбілек, Ботагөз. Әкелері кім? Қартқожа. Байтұра ма? Жапандағы жалғыз үй. Үйленуге не кедергі? Қалың мал. Сүйікті жануарың? Көксерек. Көлігің бар ма? Құлагер. Республика сарайына қай жолмен жеттің? Абай жолымен. Қалай жеттіңіз? Тар жол тайғақ кешу. Жолда кім кездесті? Айман Шолпан. Түнде не болды? Қан мен тер. Ал ертеңгісін? Бақытсыз Жамал. Өзің мықтысың ғой, кімсің сен? Менің атым Қожа. Әзіл деген тамаша, әзіл ән барлығы керемет, барлығы тамаша, бірақ достарына сендердің ойларынша әрбір адам баласы үшін мына өмірдің кереметі не деп білесіңдер? Менің ойымша достар, өмірдің кереметі осы залда отқан әп-әдемі қараторы қызбен танысып, сонау Көктөбеге шығып, Көктөбеден алақандағыдай Алматыға қарап тұрған керемет емес пе достар? Керемет. Жалпы менің ойымша достар, өмірдің кереметі Франция мемлекетіне барып, Эйфель мұнарасының ең жоғарғы қабатындағы Европа 5 жұлдызды ресторанында қасында Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли. Ортада 1718 жылы үздік бидай сортынан жасалған. Бөшке түбінде тұндырылған Шоте Мампиньон шарабынан ләззат алсам. Керемет емес пе? Керемет. Барлығы дұрыс, барлығы тамаша, бірақ сендердің де ойларың дұрыс. Менің ойымша өмірдің кереметі әрбір қазақ баласы үшін мынада деп ойлаймын. Астанада қыдырып жүріп, Ақтөбенің арағын ішіп, Алматының апортымен закусь етіп, ертеңгісін быт-шыт болып басың сынып өлейін деп Оралдың массасына жем болып отырған кезде, Қызылорданың балығын жеп, Шымкенттің сырасымен пахмел жасап, Атырауға барып балшыққа былшықтыз құлап, Маңғыстауға барып Каспийге шомылып алып, Ақтөбеде оқып жүрген әп-әдемі Қызылорданың қызымен танысып, Келі Түркістанға барып бас қосып, ежелгі Таразға барып үйленіп, елордасы Астанада өмір сүріп, тоңған кезде Қарағандының көмірін жағып, қыстың басы Қостанайда, көктемнің аяғы Көкшетауда, байыған кезде Байқоңырға барып, ғарышқа ұшып, сонау космостан Қазақстанның дамыған 50 елдің қатарына қосылған тамашалау. Керемет емес пе? Керемет! Ендеше осындай кереметтеріңіз достар, өмірлеріңізде көп болсын. Егесудің 10 жылдық мерейтойы құтты болсын. Жайдарманда сіз де күлесіз, бізбенен бірге көңілді күйде, сен ғашық болдың ба достым, бір сұлуды тек саған қостым, сен де ғашықсың, мен де ғашықпын, ешқашанда мұңайма достым, жиғлап сізге арнап әрқашан бірге әзір
Қымбат достар, 210 жылдық құтты болсын. Барлығымыз бірге!